Үйде ұстауға болмайтын жеті зат. Біріншісі солған гүлдер. Жақын адамның сыйға тартқан гүлді солса да ұзақ уақыт тастауға қимай жүріп алуымыз мүмкін. Немесе мән бермей терезе алдында қурап тұрып қалатыны бар. Мұнан тезірек құтылуға тырысқан жөн. Екіншісі бөлме гүлдері. Сондай-ақ бөлме өсімдіктерінің бәрі пайдалы емес. Аллергия тудыратыны, денеңізге тигенде қышытып, улануға апаратыны да болады. Сол үшін гүл өсіруді ермек еткен қыз-келіншектер гүлдің мұндай түрлерін ажырата білгенде абзал. Үшіншісі жан-жануарлардың мүйізі мен терісі. Кей ер азаматтар аң аулағанды ермек етеді. Терісі мен мүйізін төріне іліп те қояды. Бұл да жақсы нышанға жатпайтын көрінеді. Төртіншісі марқұмның портреті. Жақынымыздың суретін бұрын-соңды үйге ілмеймізде, өмірден өткен соң дереу үлкен етіп шығарып, рамкаға салып, төрге іліп қоятынымыз бар. Негізі мұнда тұрған өрескелдік жоқ. Бірақ өмірден өткен жандардың фотосын альбомда сақтаған қолайлы болмақ. Бесіншісі бос құтылар. Кейде бір кәдеге жарап қалар деп, шкапты сусыннан босаған бөтелкелер мен банкаларға толтырып қоятынымызды байқамай қаламыз. Бұларды тастаған жөн, немесе ішіне бір нәрсе салып қойған дұрыс. Сонда көрнекі жерге шығарып та қоя аласыз. Алтыншысы акрил және пластик ыдыстар. Бұлар тұрмыста қолдануға қолайлы, жеңіл, арзан, бірақ ыстық тамақ, сусын құюға болмайды. Газ, пеш, қысқа толқынды пешке қоя алмайсыз. Құрамында болатын зиянды заттардың тамақ арқылы ағзаға түсетінін дәрігерлер ескертіп жүр. Ескере жүрсек, мұндай ыдыстарға үйір болмаған жақсы. Жетінші кілем. Аллергия тудыратын, шаң-тозаң жинайтын нағыз қойма екен. Өзіміз үшін тап-таза деп санайтын кілемімізде миллиардтаған шаң кенелері емін-еркін өмір сүре береді. Сол үшін еденге жылыту құралын жалғасаңыз, кілем төсемей қойғаныңыз оңды болмақ. Әсіресе жас баласы мен аллергетиктері бар үйде иелеріне құлақ қағыс. Сондай-ақ бірнеше жыл киілмей сандық түбінде, шкаф түкпірінде жатқан киімдерді де іріктеп, өртеп жіберген жақсы. Сонда үйдің ауасы да тазарып, өзіңіз де бір жеңілдеп қаласыз.